Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласы жоғары медицина колледжінің акушерия және гинекология пәнінің оқытушысы Матаева Гүлнара Жексенбековна. Құрметті студенттер, бүгінгі соңғы тақырыбымыз жедел іш. Жедел іш, жатырдан тыс жүктілік, клиникасы, диагностикасы, жатырдың жыртылуы, аналық без апоплексиясы, жатыр қосалқыларындағы ісіктердің аяқшаларының бұралуы. Жедел іш, құрсақішілік қатты ауру сезімімен этиологиялық және клиникалық ағымы әртүрлі болып келетін жинақталған термин. Бұл жағдайлар жедел хирургиялық емдеуді талап етеді. Жедел іш жалпы көрінісі дені сау адамдағы кенеттен пайда болатын ауру сезімі. Лоқсу, құсу, ішек қызметінің бұзылуы, ішпердені тітіркендіру симптомы. Маңызы: бұл патологияға әкелетін көптеген себептер науқастың өлім қаупін тудыруы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайда диагнозды дұрыс және уақытында қою маңызы өте зор. Гинекология және хирургиядағы жедел іш дифференциалды диагностикасын қоюдағы қателіктер жиілігі 3% кездеседі. Жедел іш диагностикасын қоюдағы қателіктер еркектерге қарағанда әйелдерде жиі кездеседі. Әйелдерде құрт тәрізді өсіндінің жанында 3 ағза орналасқан. Олар жарақаттанған кезде ауру сезімі пайда болады. Әйелдерде құрсақ іші жатыр және оның түктері арқылы сыртқы ортамен байланыста болады. Гинекологиядағы жедел іш себептері: жедел құрсақ ішілік қан ағу, үзілген жатырдан тыс жүктілік аналық без апоплексиясы кезінде болады. Ішкі жыныс ағзаларының қандануының бұзылуы, аналық без ісігінің және ісік тәрізді түзілістің аяқшаларының бұрылуы немесе миоматозды түйіннің некрозы болады. Жедел іш ішкі жыныс ағзаларының қабыну аурулары, ішпердені зақымдануы мен жүретін үрдіс. Жатырдан тыс жүктілік этиологиясы: бірінші, аналық факторлар. Жатыр қосалқыларындағы қабыну үрдістері, анамнезіндегі түсіктер, жатыр-ішілік контрацепция, инфантизм, жатыр түтіктерінің эндометриозы. Екінші, ұрықтық факторлар. Ұрықтанған уақытынан бұрын пайда болған карионның ену қабілеті. Зиготаның биологиялық активлігінің жоғарылығы. Жатырдан тыс жүктілік патогенезі: карион бүрлері жатыр түтіктерінің қабырғасына енеді, оның бұзылуына және еруіне алып келеді. Сол жерде фиброзды некроз пайда болады. Нәтижесінде түтік қабырғасы жұқарып, созылады да қан тамырлары мен жүйке талшықтарының деструкциясына алып келеді. Жатырдан тыс жүктілік классификациясы: түтіктің интерстициалды, истемикалық, ампулярлы, фимбриалды, құрсақтық, біріншілік, екіншілік, аналық бездік, мойындық, рудименттарының мүйіздегі жүктілік болып келеді. Жатырдан тыс жүктілік клиникасы: объективті қарауда және анамнезінде жүктіліктің белгілері бар. Жыныс жолдарынан аз мөлшерде қою түсті қан бөліністер болуы мүмкін. Кенеттен болған толғақ тәрізді ауру сезімі, бас айналу, кейде талықсумен аяқталады. Лоқсу, сирек құсу, дене қызуы қалыпты немесе субфибрильді, сирек жағдайда жоғары болады. Френикус симптом оң нәтиже береді. Құрсақ қабырғасының қатаюы аз ғана және
ол тек қана оң жақта болуы шарт. Анемия белгілері өседі, салыстырмалы лейкоцитоз пайда болады. Жатырдан тыс жүктіліктің диагнозы: қынаптық тексеру, әсіресе күмбез аймағы ауру сезімі. Күмбездер салбыраған, көбінесе жатыр маңын пальпациялағанда қамыр консистенциясы тәрізді түзіліс болуы мүмкін. Децуальды қабықтың ажырауы байқалады. Артқы күмбез функциясында қошқыл қою түсті қанның болуы мүмкін. Түтіктік түсік әртүрлі клиникалық көріністерде болады. Кейбіреулерінде жедел ішкі қан ағу белгілері, ал басқалардың симптоматикасы мардымсыз болғандықтан диагнозды қою өте қиынға соғады. Түтіктік түсік диагностикасы: етеккірдің соңғы күні, соңғы 2-4 етеккір циклінің сипаты, болжамалы және шынайы жүктілік белгілерінің болуы. Ауру симпаты толғақ тәрізді болады, бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін созылады. Жыныс жолдарынан аққан қан бірінші ауру ұстамасында және одан кейін де болуы мүмкін. Қан жалқықтары қою кофе тәрізді түсте болады. Жатыр түтігінің жыртылуы жедел ішкі қан кетулердің белгілерінен болады. Тері жабындыларының бозаруы, пульстің жиілеуі, артериялық қан төмендеуі, талу, бас айналу. Ауру сезімі түтіктің жыртылуымен және ішке аққан қан ішпердені тітіркендірумен шақырылады. Көп жағдайда массивті қан кету және геморрагиялық шокпен жүреді. Жатыр түтігінің жыртылу диагностикасы: кенеттен пайда болған ауру сезімі, жүктілік дамып келе жатқан түтікте болады. Ауру сезімі өзіне тән таралуымен, кейде тенезім және іштің өтуімен жүреді. Науқастардың апативті қарағанда адекватты емес, тері жабындысы және көзге көрінетін шырышты қабаты бозғылт болады, суық тер басады, демікпе байқалады. Қан қысымы төмендейді, пульсы жиілейді. Міне, құрметті студенттер, бүгінгі соңғы тақырыбымыз іштеспе. Толық нұсқасы сіздердің электронный почталарыңызда бар. Енді сіздерден сұрақ жауап алу арқылы сабаққа дайындықтарыңызды тексереміз.